Сәлем, құрметті көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін workbook-тағы тақырыбымыз Unit number 4, Drama and Comedy, Films and the Theater. Яғни алдыңғы сабақта біз Students Book-тан осы тақырыпты бастағанбыз. Драма, комедия, яғни фильмге қатысты, театрға қатысты сөздер болып табылады, бұлардың барлығы. Осыны жаттығу ретінде жалғастырамыз. Бұл жерде match the sentence halves 1 and 2 9 with a point I. Бұл жердегі берілген бізде сан түрінде берілген сөздерді біз нұсқамен сәйкестендіруіміз керекпіз. This бітеміз былай. The first, Charlie Chaplin made B нұсқасын алған silent films. Келесі, William Shakespeare put a happy ending. И нұсқасы болады. La 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 Land won a new film last year. F нұсқасы болады. Төртінші, The play had many Oscars. H нұсқасы болады. Бесінші, Leo Tolstoy wrote War and Peace. C нұсқасы болады. Алтыншысы, Which actor played the boy in Finding Mother? A нұсқасы болады. Жетіншісі, Akan Satayev directed in a new film last year. I нұсқасы болады. Сегізінші, The actors went to stage school. G нұсқасы болады. Келесі, Ryan Gosling acted on many plays. D нұсқасы болады. Мінекей жауабы осы. Ақыры екіншісінде бізде не істеуіміз керек? Бұл жерде бізде past simpleға, яғни өткен шаққа құрауымыз керек. Past simple дегеніміз өткен шақ, жай өткен шақ. Бұл жердегі жай ғана іс-әрекеттің өтіп кеткендігін көрсетеді. Бұл жердегі бізде егер етістігіміз дұрыс етістік сөйлемде кездесіп жатса, id нұсқасын жалғаймыз, немесе бұрыс етістік болса, екінші формаға қояды екенбіз. Және де мұқият тыңдап алыңыздар, сұраулы сөйлем немесе болымсыз сөйлем кездесіп немесе құрай қалған жағдайда біз міндетті түрде did көмекші етістігін қолданамыз. Ал did көмекші етістігі сөйлемде тұрған болса, негізгі етістікке ешқашан жұрнақ ештеңе жалғамаймыз. Кеттік. The first, мына берілген кестенің ішіндегі сөздерді, етістіктерді біз осы мағынасын бірінші тауып аламыз, одан кейін етістігін қоямыз. He had an interesting idea for a film. Had болады, мінекей have дегенді алдым, дұрыс емес болғаннан кейін, бұрыс етістік болғаннан кейін had кетеді. Ағырай, she wrote a play in theater last Sunday. Үшінші, Steven Spielberg directed a new film earlier this year. Келесі, she won Oscar last year. He watched a new comedy program for TV. Бұлар енді өте оңай сөздер. Win деген жеңу, won болып кетті. Have деген бар болу, had болды. Write деген жазу, wrote өткен шақта, я. Take part дегеніміз мінеки принимать участие, қатысу, took part болады. Direct дегеніміз, яғни шығару, жазу, сомдау, directed дұрыс етістік. Және де watched қарау, бақылау, теледидар қарау, watched, яғни watched ed жұрнағын жалғадық мінеки. Okay, next exercise number 3. Бұл жердегі біз тест түрінде берген екен, сол тест түріндегісін таңдап жазады екенбіз. Болды, әрине мағынасына қарап. The first, I often watch to the cinema with my brother and sister. Бұл жерде cinema болған соң, жоқ, watch болмайды. Okay, the first, I often go to the cinema with my brother and sister. C нұсқасы болады. C нұсқасы go. Okay, next. Our school choir never performs for very big audiences. A нұсқасы болады. Келесі үшіншісінде бізде I sometimes
take part in drama and acting competitions. Сонда бізде B нұсқасы болады. Take part, жаңа айттым ғой мен, ары қарай қатысу деген сөз. Ары қарай for, my favorite actor always wears fashionable clothes. Wears болса D нұсқасы болады. Келесі бесіншісі бізде I often make my friends laugh when we are at school. Сонда B нұсқасы болады, make. Алтыншысы бізде I sometimes use DVDs at a friend's house after school. D нұсқасы болады. Енді бұл жерде неге аудармадым деп атқан жастар, бұл жерде бұндай болады. Мен жиі өзімнің ініммен және де қарындасыммен кинотеатрға барамын. Сонда go болады. Келесі. Our school дегеніміз біздің мектептің хорында ешқашан үлкен қойылымдар қойылмайды дейді. Яғырай, мен кейде драмада немесе соревнования, жаңағы жарыстарда принимаю участие, қатысамын дейді. Арғарай, менің сүйікті актерім әрқашанда wears деген киіну, модный, сәнді киімдер киеді. Мен жиі өзім достарымды, мектепте болған кезде мен өзім достарымды жиі күлдіре аламын дейді. Яғни күлдірем дейді, я. Ары қарай, мен кейде мектептен кейін досымның үйінде DVD-ларды қолданамын. DVD-ларды. Окей, next exercise number 4. Бізде бұнан соңғы тапсырма екен. Бұл жерде мынау кестен ішіндегіні қолданамыз. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт 1, 2, 4, 3-ті жазбаған екен. 3 мына жерде қазір айтып кетем қайсы болатын. Біріншісінде бізде lived болады. Екіншісінде had. Үшіншісінде learned болады. Learned мінеки мына жерде. Мінеки мына жерде бұны енді печаттан қайта кеткен кітаптан мінеки осы жерде болады. Learn. Себебі мына кестен ішінде learn дегенді өткен шақта learned деп қою керек. Кеттік. Төртіншісінде бізде graduated. Бесіншісінде attended. Алтыншысында studied. Мінеки осылай болады. Құрметті көрермендер, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.